мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақ астындағы халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара ауызбірлігіміз нығая түсіп, республикамыздағы ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, достық, бірлік мәңгі жасай берсін. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлттардың татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Қазақ қашаннан да бауырмал халық қой. Әр кездерде елімізден пана іздеп келген жат жұрттардың бәрін бауырына басып, төрінен орын беріп, қандай қиын кездердің өзінде бір үзім нанды бөліп жеді. Сөйтіп, қаймағы бұзылмаған қазақ жері көпұлтты мемлекет болып шыға келді. Бүгін елімізде 136 ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Барлығымыз туған жердің төсінде құшағын жайған бейбіт елдің ішінде ел бірлігін сақтауға астарлайық. Бір шаңырақтың астындағы халықтың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ пен бірлік мәңгілік жасай берсін. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді біздің халық. Дана жұрт мұның тегінен тегін айта салмас керек. Ауыз бірлік пен түсіністік, қарапайым сыйластық, үстемдік құрған жерлерге қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттардың тұтастығы мен халықтардың достығының арқасында бүгінгідей мемлекетіміз өркендеп, ілгері басып келеді. Қазақстан бірлік санасы білен тәрбиелеймін. Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі бүгінгі таңда бейбіт өмір мен ынтымаққа тұрмыс кешіп отырған тұрғындары үшін ыстық ықылас пен достық ниетінің дәстүрі, асыға күтер мейрамы. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік, патриоттық сезімінің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Еліміздің барша тұрғындарын Қазақстан халқының достығы және бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаларымызға, әр отбасына, әр қазақстандыққа шынайы көңіл мен бақыт береке тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстан халқы өркен жайып, мемлекетіміз молшылыққа, ал әрбір шаңырақ бақыт пен шаттыққа кенелсін. Байрамыңыз мүбәрәк. Қазіргі таңдағы бейбіт тіршілігіміздің ұзағынан болғай. Ең бастысы көп ұлт мекен еткен қазақ жерінің киелі топырағы қойнауында қазынасын, құндылығын айқара ашқан әр сәбидің бойында туған жер, отаным атты қасиетті ана сүтінен тарап, әкенумен қайраттанып, ел қадірін бағалау ой санасында орын алып, арнамыздың алдында жауапты болып, ер жетіп жатса, көпұлтты жеріміздің бір тұтас мақсаты мен арманына айналары сөзсіз. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында еліміз өркендеп ілгері басып келеді. Берекелі істің қашанда нәтижесі шығатыны бәрімізге белгілі. Мереке құтты болсын. Республикамызда тұратын түрлі ұлт өкілдерін бірлік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы ұлтаралық татулық арасында бүгінде ел тыныш, жұрт аман. Осы берекеміз бұзылмағай. Қазақстанда тұратын барша ұлт арасындағы айнымас достыққа сызат түспесе екен деп тілейміз.